Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте керемет болып шығатын, ашытқы қосылмай жасалынатын, яғни дрожжсыз жасалынатын пиццаның қамырымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде мен видеом соңына дейін қараңыздар. Мұнда мен барлық құрамды көрсетіп өттім. Міндетті түрде құрамын описаниеға жазып өтетін боламын. Мұнда мен кішігірім 4 пиццаға арналған қамыр жасайтын боламын. Ең алдымен шұңғыр ыдысымызға осылай жұмыртқамызды шағып, жұмыртқаның ағы мен сарысы біріккенше кішкене ғана араластырып жіберетін боламыз. Ары қарай тұз саламыз. Келесі бөлме температурасындағы сүтті құятын боламыз. Сүт болмаған жағдайда су қоссаңыздар да болады, бірақ та сүт қосылғаны өте жақсырақ болады. Келесі ас содасын саламыз. Ары қарай міндетті түрде алма уксусын, яғни яблочный уксус қосатын боламыз. Мұны үлкен қасықпен 1,5 қасық қостым. Мұны көріп тұрғандарыңыздай, сода өзінің реакциясын көрсетіп жатыр бізге. Келесі венчикпен жақсылап араластырып жіберіп, сұйық майды құятын боламыз. Ары қарай ұнды 2 бөліп салатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Мұны ең алдымен өзімізге жеңіл болу үшін венчикпен араластырып жібереміз. Сосын қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ дегенде қамырымыз сағыз сияқты қатты жұмсақ болмасын. Өзіміздің қолымызға жақсы тиетіндей жұмсақ қамыр болу керек. Соңында кішкене ғана ұнды алып қаламын. Мұны кішкене ұнды алып қалдым. Ары қарай осы қамырымызды столдың үстіне кішкене ғана ұн себе отырып, иі қанғанша 3-4 минутта илеп алатын боламыз. Мұны дәл видеодағыдай уақыттарыңызды бөліп 3-4 минут иі қанғанша илеп алыңыздар. Ары қарай салфанға салып, тағы да бір 5 минутқа қойып қойыңыздар демалтып. Мұны менде қамыр 5 минут демалды. 5 минут демалғаннан кейін тағы да салфаннан шығарып, 2-3 минут көлемінде дәл видеодағыдай иі қанғанша илеп, тағы да 5 минутқа демалуға жібереміз қамырды. Егер де сіздерде уақыттарыңыз аз болса, 3-4 минут көлемінде ғана демалтып алсаңыздар болады қамырды. Мұны менде қамыр демалды әбден 5 минут көлемінде. Мұны алып 4 бөлікке бөлдім. Маған 4 кіші пицца керек болды. Сіздер 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады, яғни 2 үлкен пицца шығады сіздерде. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Себебі мен дәл осы рецептпен жиі жасаймын. Пицца өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Егер де сіздерге мен видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін пайдалы рецепттер шығатын болады.